Сәлем. Бүгін ешқандай фотошоу емес, бүгін жағына мен өзім білгеніммен бөліскім келеді. Көбінесе недостаточный память дейді, немесе мало места память дейді. Яғни соткаңыздағы памяттің толып қалу себептері. Мен сонымен бөліскім келеді. Бүгін сіздерге ол үшін бізге сіздерде болу керек Smart Manager және де Clean Master деген осы екі программа бізге керек болады. Біріншінде жай ғана қарапайым біз мой файлдан бастасақ. Мой файлға кіресіздер, жоғарыда көрсетілген үш точканы басасыздар, настройкаға кіресіздер. Дәл осы жерде показать скрит файл деп тұрады. Барлығыңызда осыны птичкасы алынып тұрады. Соны түртіп қоя саласыздар. Сіздерге ішіндегі көрінбейтін барлық папкалар көрінеді. Сөйтесіздер де память устройствоға кіресіздер. Осының ішіндегі барша керек емес бізге памяттарды шығарып береді. Біріншіден, бірінші бізге қазір өшіретін жерді көрсетейін, кейін мінекей папка дәл осы жерде мінекей көріп тұрсыздар, жоғарыдағы қалай оқылатынын білмеймін шыны керек. Осыны дәл осы бізде вирусный папка деп аталады. Бұл негізінде білмеймін осы неге шығып кететінін, бірақ әр суреттерді өзінен өзі копировать етіп өзінен өзі екеулік қылып алады. Дәл қазір қараңыздар, осы бізде көрінбейтін, егер жаңа птичканы не қылсаңыздар, бұл көрінбей тұрады. Егер осыны ашсаңыздар, дәл осылай жиналып қалады. Енді осының сіздерге қанша память алып тұрғанын көрсетемін. Мінекей 2-де 4 гигабайтты жай ғана осы бір қалай өз камераның ішінен ашылған папка ашылып тұр. Осыны өшіреміз. Көбіңізде осы болып тұрады, мало места. Осының өзін өшірген екенде сіздерде жоғарғы мало места память өшіп кетуі мүмкін. Яғни память азайып қалады. Екіншісінде келесі бізде қазір дәл қазір сіздерден егер ішінен іздесеңіздер өшіретін өте көп. Бұның ішінде WhatsApp-қа кіресіздер, ол не қылмай шығады. Сосын көбінесе біреулер мына жерде send деген папка болады. Қазір менде өшіріп тастағам. Send деген папка, яғни сіз send деген папкаде біреуге видео, яғни фото, видео жібересіздер. Біреуге жіберген кезде де ол соткаңызды екінші бір өз-өзін копировать етіп соткаға сақталына береді. Бір фотка. Бірақ send деген папкадегі фотолар галереяға шықпайды. Жай ғана память алып, сотканың памятінің ішінде тұра береді олар. Память алып тек қана. Соны WhatsApp-қа кіресіздер, видео немесе аудио. Көбінесе осы аудио бізде нені алатындар. Аудиоға кіресіздер, send деген папканың ішінде сіздер жіберілген аудиолардың тізімдері тұрады. Жай ғана қазір көрсете салайын, мінекей. Маған келген фотолар send-тің ішінде, мінекей. Мен елдерге жіберген фотолар. Дәл осыны өшіріп тастау керек. Міндетті түрде өшір демеймін, бірақ та сіздерде память алып тұрады бұл. Келесі бізде келесі Clean Master'мен көрсетемін қазір сіздерге. Менің ең жақсы көретін программам бұл. Мусор. Бірінші біз мусорға кіреміз. Мусорға кіресіздер. Бұлар кэштер, яғни мынау түсінбей жатқан шығарсыздар, неге бұлай шығып кетті. Системный кэш деген бар, әр жерге кіріп шығамыз, видео, мусор. Яғни біз бір папкаға кіріп толық жаппай кетіп қалсақ, яғни қазір мына жерде мына түтікшені басқан кезде бізде осылай шығады. Дәл осының бәрі де бізге соткаға мусор болып сақталып тұра береді. Егер мына папкалар жабылмай қалса, осылай мусор болып сақталып тұра береді. Оны өшіресіздер. Бұл бірінші шаг. Екінші қазір сіздерге үлкен шақты көрсет. Осылай жоғары көтерген кезде екінші бізде шығады. Мына жерде бізде разрешение оттиска деген бар. Тілім сынып жатыр. Осыған кіресіздер екіншісіне. Мына жерде бізге енді көрінбейтін папкалар шығарып береді. Бірақ та мен қазір жаңа ғана памяттан өшіріп тастадым, оның барын бізге шығама шықпаймын. PicsArt қолданушыларға екінші тұрған нені өшіріп тастауға кеңес беремін. Өйткені бұл біз жасаған фотошоптар PicsArt'тың өзінің программасында жаңағындай өзінен өзі копировать етіп сақтап алып қалады. ВКонтактеде мінекей файл данных дейді. Файл данных дегеніміз ол біздің сохраненный музыкаларымыз. Мінекей көрдіңіздер, менде 2 музыка сохранить етіліп тұр. Осылар осылай дәл осындай көрінбейтін папкамен өзгеше форматта сіздің флешкаңызда сохранить етіліп тұра береді. Оны жай ғана өшіріп тастаған дұрыс. Себебі ол память алып тұрады. Сіздерге жаңағындай кеңес. Жай ғана скачать етіп алып тартқандарыңыз дұрыс. Жерден өшіретін жолын айтамын қазір сіздерге. Настройкаға кіресіздер. Настройка кіріп,
диспетчер приложенияға кіресіздер. Дәл осы жерден көрсетемін. Дәл осылай тұрып қалады. Осылай загружен, яғни Play Market'тен тартқан біздің программаларымыз осылай шығады. Оның ішінде білмеймін, біреудің соткасында шығуы мүмкін. Мына жерде очистить кэш деген болады. Соны өшірулеріңіз болады. Өшірсеңіздер, біреулерінде көп жиналып тұрады, біреулерінде 800-500 мегабайт жиналып тұрады осы кэш. Соны өшіріп тастасаңыздар болады. Қазір тағы да көрсетемін. Сосын приложение Google-дың ішінде болады. Егер сіздерге управление память деген болады, егер осы Google өте көбейіп кетеді кейде, осыны удалить данные Google десеңіздер, удалить все данные да өшіріп тастасаңыздар болады. Өшіруге кеңес бермеймін, бірақ та егер сіздерге қалай дейді, памятіңіз сыймай толып жатса, өшіруге кеңес беремін. Бірақ та бұл өшіргесін сіздердің Google, яғни барша Google-ден іздеген нәрселеріңіздің тізімі ғана өшіп кетеді. Алай-дүлей болып, полный менің нем кетіп қалады деп қорықпаңыздар. Мінекей қазір сіздерге көрсете салайын. Управление удалить данный поиск дейді. Мінекей все данныйларды өшіп кете салады. Болды. Оның ешқандай қорқынышты еш нәрсесі жоқ. Бәріміз білеміз, Google Play игра, Google Play Press, Play Film дегендер болып. Егер осыны қолданбайтын болсаңыздар, бұларда память алып тұрады. Мінекей очистить данные қылып бірне қыласыздар, удалить обновление. Удалить етесіздер. Келесіде Play Market'тен автоматически обновление болып жатқан кезде бұларды жай ғана тоқтатсаңыздар. Мінекей Google Play Film жаңа 21 мегабайт алып тұрушы еді, енді мінекей 836 кбайт алып қалды. Болды, дәл осылай жолдармен сіздер малы память местаны азайта аласыздар. Және де өзіңіз қолданбайтын көптеген программаларды басуға кеңес беремін. Сау болыңыздар.